Кеш жарық Асаубек аға, қалыңыз қалай? Кеш жарық, армысыздар, ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Көңіл күйіңіз жақсы ма? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар, жақсысыздар ма? Амандық. Сізді мектебіміздің Инстаграм парақшасында көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Уақыт берілгеніңіз үшін көп рахмет сізге. Сіздерге де рахмет шақырғандарыңызға. Мен де қуаныштымын. Алдағы 20-30 минут аралығында қызықты сұхбат болады, жастар үшін салиқалы сұхбат болады деген үміттеміз. Ең алдымен Асаубек аға, қазір сіз Астанадасыз. Евразия телеарнасында басты жаңалықтар бағдарламасын жүргізіп отырсыз. Бұл үлкен еңбектің нәтижесі деп білеміз. Ең алғашқы сұрағымызды біз балалық шағыңыздан бастасақ деп едік. Мағжан Жұмабаев айтады ғой, балалық шағың патшаның тағы деп. Сол патшаның тағы болған сіздің балалық шағыңыз туралы айтып берсеңіз. Өзіңіз Ақтөбенің жігітісіз. Ақтөбедегі балалық шағыңызды біздің оқырмандарымыз, көрермендеріміз білгісі келеді. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Бағдәулет есімім. Иә. Бағдәулет, рахмет, шақырып жатқаныма, танысқаныма қуаныштымын. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгін осындай енді онлайн кездесу болып жатыр екен, жүздесу болып жатыр екен. Амандық болса, офлайн кездесулер де болып жатар. Енді осы қиын қыстау сәттен аман есен шығып, алайық. Бірінші барлығыңызға денсаулық тілеймін. Ал енді бірінші сұраққа оралатын болсақ, енді балалық шаққа келетін болсақ, балалық шағым өте қызықты өтті деп айтуға болады. Өйткені мен атамның баласымын, айтады ғой, атасының баласы, шалдың баласы деген сияқты. Осы тұрақты тіркестердің барлығы маған арналған тұрақты тіркестер. Өйткені мен шалдың баласымын. Ата-анама мен папа, мама деп айтқан емеспін ешқашан. Апа, көке деп айтамын, әлі күнге дейін сол айтамын. Өйткені мен атамның баласымын. Марқұм атам Ұлы Отан соғысының ардагері, Катюша командирі болған кісі. Ол кісі 2006 жылы өмірден өзді. Ал енді балалық шағым көбіне сол атамның қасында ауылда өтті. Өйткені мен ауылдың баласымын. Ауылда кәдімгідей мал бағып деген сияқты, отын жарып, көмір түсіріп, тезек шығарып деген сияқты дүниелермен айналысқанбыз. Енді қазір ондай ауыл жоқ қой, бәрінде газ бар, су тартылған деген сияқты. Бала кезімде мен кітап оқу, газет журнал оқуға өте әуес болдым. Өйткені кішкентай кезімде білем, телеарнадан тек Қазақстан, Хабар және бір 2-3 телеарна көрсетілетін ОРТ деген сияқты. Сондай сәттерде, енді телефон жоқ, гаджет жоқ, ноутбук жоқ, ол кезде интернет жоқ, сондай кездерде біздің ермегіміз барынша кітап болатын. Яғни кітап арқылы мен өз сөздік қорымды толықтырдым, бірақ енді ол кезде мен сөздік қорымды толықтырам деп ойлаған жоқпын ғой. Енді ол кезде кітап оқу, газет оқу бұл біздің ермегіміз бұл. Мысалы, апта сайын газет келсе, ай сайын газет келсе, сол газетті алып, апталық газеттерді апта сайын күтіп, үнемі бұзау бағып жүрсем де, басқа мал бағып жүрсем де, қолымда кітап болады, газет болады, бірге алып жүретінмін. Бір көлеңкеде отырып алып кітап оқығанды жақсы көретінмін. Кішкентай кезімде толық бала болдым. Мені класстастарым негізі толықтығыма орай мазақтайтын, семіз. Сіз толық болдыңыз ба? Иә, толық, борсық деген сияқты нәрселер айтатын. Енді мектеп кезінде барлығы осындай буллингтен өтеді деп ойлаймын, моральдық қысымнан. Бірақ соған қарамастан өсе келе мен арықтап, бойым өсіп, ұзарып, адам қатарына қосылдық деп айтуға болады. Енді балалық шағым өте көңілді өтті, достарым да көп болды. Мен өз деңгейге түсетінбіз әрдайым. Ауылда енді қаладан қарағанда қысық қой, эмоция көп, күн сайынғы оқиғалар контрасты өте көп кездеседі. Қаладағыдай бір типті монотон өтпейді. Сондықтан бала кезде мен кітапты көп оқитын, газет журналды көп оқитын, артық салмағы бар. Сондай бала болдым, оқымысты. Қазір ешкім олай ойламайды. Тіпті сенбейтін де шығар. Асаубек аға, енді сөздің әрі қарай әңгімемізді біз сіздің студенттік кезіңізден жалғастырсақ. Студенттік кез адамның ең қызықты уақыты деп айтады ғой. Сіз студент болып жүрген кезіңізде жергілікті Рига арнасы, қателеспесем дұрыс па? Сол арнаның кастингісіне барғансыз. Сол кастингтен өтіп, журналистік қызметіңізді бастадыңыз кәсіби тұрғыдан. Сонда сізге ұстаздық жасаған Гүлбаршын Аққатова ұстазыңыз туралы айта кетсеңіз, ол кісі сіздің қазіргі ерекше даусыңызды салып берді деген сияқты. Ұстазыңыз туралы айтып берсеңіз,
жұмыс рахмет. барысын қалай бастадыңыз Жақсы сұрақ, иә, жақсы сұрақ. Бұл сұрақ өте көп қойылатын сұрақ. Мен негізі 9 бітір оқуға түскеннен кейін қарап отырмайын деп дикторлық курс оқыған болатынмын 3 ай бойы. Тақуа Ахтанов атындағы актерлар, актрисалар ұйымдастырған шығармашылық үйіндегі дикторлық курс, актерлік шеберлік деген курсты оқыдым. Сол курстың сертификатымен жергілікті арнаға кастингке бардым, таңғы жаңалықтарға. Сол кезде мен алдымнан қарсы алған Күлпаш Нахатова апайым және Бақытжан Шаева апайым болатын. Бақытжан Шаева ол танымал журналист Ақтөбеде, ал Күлпаш Нахатова ол Ақтөбе телеарнасының жалпы ардагері деп айтуға да болады. 25 жылдан бері эфирде жүрген адам. Сол кісі өзі қанаттың астына алып үйретеміз. Басында әдемі, басында телеарнада жұмысқа мені алуға құлшыныс болған жоқ, басшылық тарапынан, бас режиссер тарапынан. Өйткені кішкентай болатын, мен 16-да болатын. Арық болатынмын, түрім тартымсыз болатын, сондықтан 16 жастағы бала келіп тұр дейсіз ғой, ол арнаға. Сол кезде Күлпаш апай өсет, әлі бала өспей ме, көкейді теспей ме деген ұстаныммен мен жұмысқа алған болатын. Көрейік, мүмкіндік беріп көрейік деп. Сол мүмкіндікті пайдалануға тырыстым барынша. Енді 5,5 жыл бойы сол жерде жұмыс істедім. Ол жерде әрине таңғы жаңалықтар жүргіздім, бастапқыда ешкім көре бермейтін. Одан кейін радиоға ауыстым, өйткені таңғы жаңалықтар жауып тастады, мені басқа жұмысқа ұсынған жоқ, маған сенген жоқ. Көбі басшылықта мен жұмысқа алғысы келген жоқ, өйткені сол кезде расымен мен өте тәжірибесіз болатынмын. Содан кейін радиода жұмыс істедім. Радиода жұмыс істеп жақсы көзге түсіп, қайтадан мені түскі жаңалықтарға шақырды, кешкі жаңалықтарға шығып, солай 5,5 жыл сол жерде тәжірибе жинап, осылай телеарна саласына топ ете түстім. Әрине көшеден келгенім жоқ, барлық этаптарынан өттім. Блиц сауалнама, көшеде жүріп, өте қиын жағдайлар болатын. Сол 2009 жылдары, дағдарыс жылдары қиын материалдық жағынан да қиындықтар болды, бірақ енді Құдайға шүкір, енді Аллаға шүкір, үйреніп бір мамандықты меңгеріп Астанаға келдім. Одан кейін кастингке шақырту алдым Астанада. Сөйтіп жүріп өзім кастингке шақырып, солай бірінші 24 кезетте блогерлер жүргізіп, кейін осы Евразия арнасына 112 бағдарламасына келдім. Одан кейін бас жаңалыққа ауыстым. Қазір бас жаңалықтар және сенбілік жаңалықтар да қарап жатырмын. Осындай кішігірім. Қазір Гүлбаршын мұғаліміңіздің үмітті, сенімі ақталғаны көріп отырмыз. Өйткені сізді ел таниды. Қазіргі таңда тіпті біздің ұстаздарымыз, оқушыларымыз да Асаубек ағаймен кездесу өткізсек екен дегеннен кейін өзіңізге шығып, бізді қолдап отырғаныңыз үшін сізге көп алғыс айтамын. Асаубек аға, келесі бір сұрағымыз тыңдармандардан болып жатыр. Тіпті сіздің руыңызды да сұрап жатыр енді. Тіпті руыңыздың өзі біздің оқушыларымыз үшін, жалпы қазіргі көрермендер үшін қызып отыр. Мектепте алған біліміңіз өмірде қажет болып жатыр ма дейді. Іңкәр тілеп алды. Түсінікті. Мектепте алған білім, мен мектепте гуманитарлық пәндерді жақсы көретінмін. Математикалық бағыттағы пәндер, мысалы алгебра, геометрия, физика, химия, мысалы теңдеулерден мен ешқандай да менің сауатым жетпейтін. Өйткені мен математикалық бағытты жақсы көрмеймін, гуманитарлық бағытты жақсы көрдім. Қазақ тілі, әдебиет, қазақ тілі, география, тарих пәндері, биологиядан үнемі бейсауатымын. Ал математикалық бағыттағы пәндер мүлдем қолымнан келмейтін, білмеймін, есеп шығара алмайтын, теңдеулер деген менікі емес дейді ғой. Сондай жағдайлар болды, бірақ енді маған, мысалы, колледжде оқыған апайым айтатын, сен математика білмейсің, Айымбет, сен адам болмайсың деп. Сол апайым айтқандай, мен шынымен математиканы мүлде қақпайтын. Бірақ ол баланың математикадан нашар болса, алгебрадан нашар болса, сызудан нашар болса, оның адам болмайтындығын білдірмейді. Ол жерде адам маман болып қалыптасу үшін өзіне ұнайтын пәнге қарай ауысу керек өсе келе. Яғни, ол гуманитарлық пәндерге қарай сауаты жетіп, соған қарай өзі бейім болса, сол бағытта оқу керек. Яғни, қазақ тілі болсын, әдебиет болсын, тарих болсын,
Ал енді математиканы әрине оқу керек, оны мен айтпаймын, оқымау керек, тастау керек деп жоқ, оқу керек. Бірақ егер сен болашақта математик, экономист, қаржыгер, сол математика саласымен байланысты немесе химик, физик болмасаң, оған күш салып тыраштанып қажет жоқ деп ойлаймын. Егер сен болашақта журналист, болашақта сен тіл маманы, болашақта сен аудармашы деген сияқты, мысалы болашақта сен спортшы болатын болсаң, өзіңнің мамандығыңа қарай ойса түсу керек. Сондықтан мектеп кезімдегі білім әрине именно осы атап айтқанда гуманитарлық пәндер саласындағы, гуманитарлық бағыттағы пәндерде алған білім әрине қазір менің қажеттілігіме жарап жатыр. Өйткені біз журналистер, жүргізушілер бәріміз текст жазамыз, мәтін жазамыз. Буын үндестігі, дыбыс үндестігі, шылау, жұрна, жалғау деген сияқты дүниенің барлығын біз мектептен бастап үйрендік. Иә, да, те, та, те деген сияқты. Кейін уже басқа оқу орындарынан үйрене бастайсың. Сондықтан біз жазуда сондай қателіктер, грамматикалық болсын, орфографиялық қателіктер болсын, соның барлығын болдырмас үшін мектептегі әрине алған білімімізді пайдаға асырып жатырмыз. Бірақ жаңағы мен математикадан нашармын, немесе мен тағы бір сабақта нашармын, менен ештеңе шықпайды деген ондай депрессивті ойға түспеу керек оқушылар. Барлығы сіздің сөзге қосыламын. Қосыламын. Мұхтар Әуезовте бір сөз бар ғой, жігіттің қадірі өнермен өлшенеді дейді. Сіз журналисттен бөлек теннис ойнайсыз. Теннистен бөлек әрі өзіңіз ақындардың өлеңін мәнерлеп оқисыз, өзіңіз өлең де шығарады екенсіз. Бірақтан сол өлеңдеріңізді не себепті көпшілікке оқып жария етпейсіз? Түсінікті. Бізді сол қызықтырады. Жақсы сұрақ. Мен өлеңдерді шығарам. Мен кішкентай кезімнен шығаратынмын. Мектеп кезінде мен жарыстарға қатысатынмын, облыстық, аудандық деген сияқты. Ол кезде енді балалық шақ, қызық, подростковый, жасөспірімдік максимализм дейді, яғни көзге түсу, отличниктің синдромы дейді, жаңа көзге түсу үшін, мектепте танымал болу үшін, ата-ананың үмітін қуанту үшін сондай жарыстарға қатысамыз, байқауларға қатысамыз. Ал өсе келе мен қазір бар қыз-жігіттер өлең шығарады, өлеңін оқиды, камераға түсіреді, оны таратады деген сияқты. Қыздарға меніңше өлең оқыған өте жақсы жарасады. Қыздар нәзік, қыздар өмірі біреуге ренжіп жүреді, бірдеңеге ренжіп жүретін сондай бір табиғаты сондай ғой. Сондықтан нәзік жандар түсінуге болады, бірақ жігіттердің махаббат туралы өлең оқығаны, жігіттердің бір өлең оқып мұңды кейіп танытуы мен үшін біртүрлі дүние. Мысалы, не себепті біртүрлі деп ойлайсыз? Мысалы, жігіт камераның алдында көзімнен жас тамады. Өмір деген қатал ғой деген сияқты дүниелер мен үшін біртүрлі дүниелер. Өйткені жігіт камераның алдында менше өлең оқып, түр жасап, ондай қажет емес деп ойлаймын. Ал енді өзім өлеңдерімді жарияламайды себебім, өйткені ол менің жеке сырларым, жеке дүниелерім болғандықтан көпшілікпен бөліспеуді жөн көремін. Тіпті өлеңдерімді шығарып, өзім оқып, өзім сақтап қоямын. Әрине, шабыт келгенде, бос уақыт болған кезде, көбіне бос уақыт бола бермейді. Спорт залға барам, сабақтарым бар қазір ұйымдастырып жатқан, және жұмысым бар, осының барлығын қолға алып. Сол сабақтарыңыз туралы айта кетсек, қазіргі таңда сіз өзіңіз шәкірт тәрбиелеп жүрсіз. Телевизия саласында 5 жылдан аса уақыт қазір Астанада Евразия каналында болсаңыз, оған дейінгі Ақтөбе арнасында да болған уақытыңыз есеп, тәжірибе жинадыңыз. Шәкірт тәрбиелеп жүрсіз. Осы туралы айта кетіңізші. Онлайн курс, мен 12 жыл болды жұмыс істеп жүргенмен. Онлайн курс идеясы негізі бұрыннан болатын менде. Бірақ бір әріптесімнің қолдауымен, яғни сол әріптесім айтты, неге ашып, қазір карантин кезінде көп оқушылар үйінде, саған сұраныс бар ғой, үнемі жазады. Маған үнемі жазады. Оқушылар өте көп жазатын. Өткізіңізші, біз сізден сабақ алғымыз келеді, үйренгіміз келеді, жалпы телевидение әлемімен танысқымыз келеді, қалай тележүргізуші болуға болады, ол үшін не керек, қандай жаттығу жасадыңыз, қалай өстіңіз деген сияқты. Бағдарламасын құрып, бісміллә деп бастап жібердім, осыдан 4 айдай бұрын демей. Содан кейін барлығы жалғасып кете берді. Мен мұндай поток, лек болады деп ойлаған жоқпын. Тоқтаусыз. Неше шәкірт тәрбиеледіңіз қазіргі таңда?
300-ден астам, 310-дай шәкірт тәрбиеледім. Тамаша. 9-шы топты кеше қимай қоштастық. Енді 10-шы топ алдағы аптада бейсенбіде басталады. 9 лекті жібердік. Әрбір топта 45-50 адамнан үлгере алмай жатам көбіне. Енді онлайн курста біздер үйретеміз, артикуляциялық жаттығулардан бастаймыз. Дикторға керек, тележүргізуші керек. Қазір сұхбат айдары қосылып, сұхбат үйрету, стендап жазу, суфлерға тәуелділіктен арылу, суфлермен жұмыс, эфир кезіндегі казустық ситуациялардан шығу, жалпы эмоцияны ұстау, жауапты сәттерде эмоцияны қалай ұстау керек, соның барлығын үйретіп жатырмыз. Күн сайын WhatsApp чатта жеке жұмыс өткізем, яғни әрбір оқушы үй тапсырмасы беріледі, сол үй тапсырмасы орындап жекеге жібереді. Мен оған күн сайын аудиозапись, мына жерің дұрыс емес, мына жерің плюс, мына жерің минус деп 5 күн бойы сол минустың бәрін плюске айналдыруға тырысамыз. Құдайға шүкір, өте жақсы өте жақсы көрсеткіш көрсетіп жатырмыз. Соңғы 9 бүгінгі сұхбатымыздан кейін павлодарлық оқушылар да сізге жазылады деген зор үміттеміз біз. Өйткені біздің мектептің өзінде 600-ден аса оқушы болса, соның көпшілігі қазіргі таңда журналистикаға қызығып отыр. Міндетті түрде сіздің курсыңызға жазылып, сізден тәлім алады деген үміттемін. Асаубек аға, енді сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Ол сұрағым өте маңызды біз үшін. Айтады ғой, өмірдегі ең үлкен қателік ол рухың сөну, ал ең қауіпті адам ол өтірікші адам деп. Сіз үшін өмірдегі ең үлкен қателік қандай, және де өмірдегі ең қауіпті адам қандай адам? Өте жақсы айтып отырсың. Жақсы дайындалған екенсің сұрақтарға. Осыған алғысымды білдіре кетейін қазір. Жақсы сөздермен байланыстырып. Сізбен сұхбат алудың өзі бір бақыт. Рахмет үлкен ықыласыңа, ниетіңе бауырым. Өмірде мен ойлаймын, жалқау адам ең қауіпті адам деп. Өтірікші, алаяқ немесе жаңағыдай екі сөйлейтін адам, оның барлығы өмір сабақтарынан, өмірдің өзі үйреткен сабақтардан кейін өзгерту мүмкін. Ал жалқау адамды өзгерту қиын. Өйткені жалқау адам ол өзіне ғана емес, өзгеге де кесірін тигізетін адам. Ол кез келген қызметте, кез келген қарым-қатынаста, кез келген жерде ол өзінің кесірін тигізіп жүреді. Жалқау адам ол жан-жақта ешқандай мотивация бермейді. Жалқау адам өзінің ісін бітірмей, өзгенің ісінің де алға жүруіне кесірін тигізеді. Оның жанында жүрген адамдарға оның ешқандай берері жоқ. Вот сөнген адам деп сондай. Ешқашан жалқау болмау керек адам. Үнемі қозғалыста тұру. Өмір қозғалыс. Жан-жаққа қараңыз, далада қар жауып тұр, жел соғып тұр, ана жерде өзен ағып жатыр, мына жерде мысалы жел тұрғанда топырақ шаң борап көтеріледі деген сияқты. Табиғаттың өзі үнемі қозғалыста. Ана жерде табиғатқа шықсаңыз, құстар ұшып жүреді. Ана жерге қарап далаға шықсаңыз, күтті құмырсқа, қоңыз жүгіріп жүреді. Барлығы қозғалыста. Ол өмірдің заңы. Сен өмірге қанша энергия бересің? Асаубек аға, жалқаулық демекші, еріншектік демекші. Еріншектік негізі күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Бірақ там сіз өз бір сұхбатыңызда мен таңертең ұйқыдан тұруға қиналам деп айтқан едіңіз. Оны жалқаулыққа жатқызсақ болады ма? Ұйқы басыпты, мен жалқаулыққа жатқыза алмаймын. Таңертең тұрмайтыным рас. Таңертең ерте тұрмын. Қазір тұрам, енді өйткені менің залым бар деген сияқты, сабағым бар, жұмысым бар деген сияқты. Сізді кей бағдарламалардан бас тартқан дейді осыған байланысты. Таңғы бағдарламалардан мен бас тартамын. Өйткені таңертең тұрып жұмыс істеу менің жұмыс принципіме кірмейді. Мен таңертең 8:30-да тұрам зал үшін. Кейде зал жоқ кезде 10-да тұрам. Мен айтпаймын, 1-ге дейін, 3-ге дейін ұйықтаймын деп. Жоқ. Тек мен таңертең жұмыс істегім келмейді. Өйткені мен таңертең жұмыс істегеннен ләззат алмаймын. Ләззат алмайтын дүниелерді қолға алмаймын мен. Мен жұмыстың 11-де, 12-де басталғанын қалайтын адам. Сол кезде нағыз бер шағы деп ойлаймын. Ал енді ұйқыға жақындығым, ол менің жаңағы күні бойы ұйықтап жататыным, үнемі ұйықтап жататыным емес, менің ұйқым қанбай жүретін кездер көп. Ұйқым қанып жүретін кездерден. Мен ұйқыға жақын екенім рас, бұрын тіпті ұйқы болатын, бірақ кейінгі кездері өзгерді. Карантин мені өзгертті, коронавирус, пандемия мені өзгертті. Қазір ұйқыдан алшақтаумын, ұйқым көп қанбайды, ұйқымды қандыруға тырысам, бірақ солай болып жатыр. Көрермендер кімді үлгі тұтасыз деп сұрақ қойып жатыр. Мен өмірде негізі үлгі тұтатын ұлы тұлғам ол Бауыржан атамыз Момышұлы.
яғни бауыржан атамыз туралы жазылған автобиографиялық Александр Бектің Волоколамск тас жолы деген кітабынан кейін мен ол кісінің ұлы тұлға екенін мойындап, оның батырлығы, айтқан әрбір тәлім ол сөздері, әрбір ой толғаулары маған мотивация беретінін сездім. Оның әрбір сөзі бір қылышпен тіріп түскендей әсер қалдырады. Сондай бір жігіттік бойындағы ер адамға тән қылық, батырлық, өжеттілік маған үлкен күш сыйлады. Әрине бауыржан атадай деген ол енді мүмкін емес, бірақ болмасаң да ұқсап бақ дейді. Болуға тырысамыз, ұқсаймыз. Түсініңіздер ғой. Жақсы. Қазіргі таңда бізде 100-ге жуық көрермен көріп отыр бізді. Сұрақтар өте көп түсіп жатыр, сондықтан қысқа сұрақтарға тез жауап берсеңіз деп. Мысалы, бірінші, қазіргі жастарды жетістікке жеткізетін 5 басты ерекшелік. Еңбекқорлық, ізденіс, даму, компромисс, яғни басшылықпен, жан-жағындағы адамдармен үнемі достықта болу керек, тіл табыса білу керек. Бесіншісі, қиындықтан жеңілмеу керек. Қиындық ол әрбір күн, әрбір минутта болады, әрбір сағатта болуы мүмкін. Қиындықтан жеңіл. Осы дүниелерді біріктірсеңіз, маман болып шығасыз. Ал келесі бір қызық сұрақ қойып жатыр. Қызыңыз бар ма дейді? Бұл сұраққа мен жауап бермей қояйыншы. Бұл жеке личный сұрақ деп ойлаймын. Әсіресе қыздардың көпшілігін қызықтырып отырған секілді. Журналист неше сағат жұмыс жасау керек? Неше сағат жұмыс жасау керек? Ол енді әрбір жұмыс орнының жұмыс графигіне байланысты. Ол әртүрлі. Ол бір адамдар болады, 5 сағат істейді, бір адам 8 сағат, біреу 10 сағат, біреу 3 сағатта жұмысын бітіріп тастайды. Ол әрбір жұмыс орнының талабына сай. Ағылшын тілін меңгеру сіз үшін қиындыққа түсе ма? Жоқ, қиындыққа түспейді. Ол үшін тек үйреніп алғаннан кейін үйреніп алдым, болды демеу керек. Үнемі практикада болу керек. Егер практикада болмасаңыз, сіз оны ұмытып кетесіз. Жаңылтпаш айтып беріңізші бізге. Шеше кеше, неше кесесінде кеше шеше. Балалар, балалар. Рахмет. Асаубек аға, осы сәтті пайдалана отырып, өзіңізден бір біздің тыңдармандар, жалпы көрермендер үшін сабақ өтсеңіз. Қысқа бір дауысты дұрыстауға ауданды. Сабақ. Эмоцияны ұстау сабағынан үзінді келтірейін. Егер сіз жауапты концерт, жауапты эфир, жауапты сәт, аттестат қорғау болсын, диплом қорғау болсын, шығармашылық кеші болсын, тост айту болсын, кез келген ситуация болады. Сіз концерттің алдына шықтыңыз, ауылда, қалада, республикалық деңгейде концерт жүргізіп тұрсыз. Армысыздар, құрметті көрермен, назарларыңызда, алдарыңызда жас қалам республикалық жастар байқауы деп шығасы, қасыңызда жүргізуші қыз немесе жігіт қыздарға. Сондай сәтте бір күлкіңіз келген сәттер болады. Залдан отырып, «Әй, Аслан, қалайсың? Ауылда сиырлар қалай?» деген сияқты әзіл айтуы мүмкін. Немесе біреу тартылдап күлуі мүмкін. Кез келген ситуация болады. Немесе за кулисами дейді, сахнаның сыртында біреу күлдіртуі мүмкін. Немесе ойыңызға неше түрлі күлкілі ситуация келуі мүмкін. Жауапты сәтте, ол концерт, диплом қорғау. Сондай сәтте қолыңызда ручка болса алақаныңызға тығыңыз, немесе бір жеріңіз шымшып алыңыз. Ауру рецепторлары адамның эмоциясын жояды. Екіншіден, басыңыздан өткен келеңсіз жайттар, қазір болып жатқан проблемалар или болған бір ауыр жайттарды еске алыңыз. Сол кезде сіз ешқашан күлмейсіз. Бұл екінші. Сосын, қобалжуды басу үшін әрдайым бірінші жұдырығыңызды қысасыз қаттылап, содан кейін оңға, солға барынша демді жинап шығарасыз. Сосын, егер сіздің бойыңызда қалтырау, қорқу, ойыңыз шашырап, мидың концентрациясы бөлініп жатса, ма, мо, му, ма, оң қолмен, ма, мо, му, ма, кейін қарай айтамыз. Ма, мо, му, ма деп қайта жасасаңыз, сіздің миыңыз одан сайын жақсы жұмыс істей бастайды. Яғни мидың концентрациясы сіздің қазір істейтін дүниеңізге қарай жұмсалатын болады. Содан кейін жауапты сәттерде халықтың алдына шығарда қатты қорқып тұрсаңыз, досыңызға немесе анаңызға хабарласып тұрмыстық темада, тақырыпта сөйлесеміз. Алло, Ноян, машинаны саттың ба? Машина қалай? Жүріп тұр ма? Доңғала әкесі жарып қалып еді. Үрдің ба деген тұрмыстық әңгіме айтсақ, біздің ішкі толқынысымыз
психологиялық удар жасалады ғой жаңағы концерттен. Сіз осылайша өзіңіздің ішкі толқынысыңызды басасыз. Өйткені әрбір тұрмыстық үйдің жағдайы, сырттың жағдайы ол адамды тыныштандырады. Өйткені ол жаңа республикалық деңгейдегі концерт немесе диплом қорғау емес, ол жауапты сәт емес. Ол сондай бір кішігірім сәт сіздің психологиялық тұрғыда дайындайды. Солай. Рахмет, көп рахмет. Асаубек аға, сіз осы соңғы жылдары өміріңіздің басым бөлігі елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында өтіп жатыр. Елордамыз осы жылдар аралығында көз алдыңызда өзгеріп жатыр. Елордадағы өзіңіз ұнататын жерлерді айтып кетіңізші. Күшті сұрақ. Елордада ең ұнататын жерім ботаникалық саябақ. Ботаникалық саябақ маған қатты ұнайды. Өйткені ол ашылғанына 1-2 жыл болған, әлі де жасалып жатыр ол. Ботаникалық саябақ өте үлкен, таза ауа, ағаштар өте көп, ортасында өзен ағып жатыр. Тоған өзеніміз. Кешке шықсақ, үкі, жапалақ сияқты құстарды көруге болады. Талдар өте аласа болғандықтан, үкі, жапалақтар көз алдыңызда қол созым жерде ұшып жүреді. Сосын ұнайтын жердің бірі Бәйтеректің жан-жағы, ол жерде қалың ағаштар бар. Сосын жағалау, Атырау көпірі, яғни Атырау көпірі маған қатты ұнайды, өйткені ол жерде адамдар көп жүреді, атмосферасы өте керемет. Басқа қалалардан, басқа ауылдардан, өңірлерден келген қонақтардың барлығы сол Атырау көпірінің жан-жағында жүреді. Осы 3 жерді ұнатамын. Рахмет. Міндетті біздің көрімдерге елордамызға барған кезде осы жерлерге барып, және де Асаубек Айымбетов ағамызды Инстаграмда отметить етулерін сұраймын мен. Асаубек аға, сізді осы сәтті пайдаланып отырып, Баянауылда болдыңыз ба? Жоқ. Баянауылға шақырғым келеді сізді. Рахмет, мен шақырған негізі. Баянауыл академиктер, неше мықты ғалымдардың ордасы, сұлулығына көз жетпейтін, естіде көріп те жүрген шығарсыз. Әрине. Баянауылдың сұлулығын, Баянауыл табиғатының тамашалығын, Баянауылдан шыққан түрлі мықты қоғам қайраткерлерін барлығын білеміз, және ол жерге бір емес бірнеше рет шақыртып алғам, және сенің шақыртуыңа да үлкен алғысымды білдіремін. Бұйыртса, жол түсіп жатса, міндетті түрде баратын боламын. Мүмкіндік туар болса, басқа қандай мамандықты игерер едіңіз? Басқа мамандық маған археолог мамандығы ұнайды, өйткені көне қазба жұмыстарымен жұмыс істеу деген сияқты тарихпен байланысты дүниелер, көне жәдігерлермен жұмыс істеу, бір жаңалық ашу маған өте қатты ұнайды. Кішкентай кезімде ойлайтынмын, телевидениеға жолым түспесе, мүмкін археолог болып кетермін деген сияқты. Маған археологиялық қазбалар жалпы іздеп отырып оқимын сайттардан, видеоресурстардан, YouTube сияқты өте қатты ұнайды. Біздің Павлодар облысынан шыққан белгілі тарихшы Ермахан Бекмахановтың туған жері біздің Павлодар облысы. Бізге міндетті түрде келуіңіз керек екенсіз. Бұйыртса, келесі біздің осы сәтті пайдалана отырып, мен анонс беріп жібергім келіп отыр. Біздің келесі сұхбатымызды кіммен өткіземіз деп ойлайсыз? Маған сұрақ па? Иә, сізге сұрақ. Менің әріптестерім біреуімен шығар? Иә, сіздің әріптестеріңіздің бірі. Баянауылға қатысы бар. Павлодар. Біз сіздің келесі қонағымыз Баянауыл өңірінің тумасы Марина Сахаровамен кездесу өткіземіз. Мен қалай Марина Сахарованы кеттім? Айгерім деген менің әріптесім бар, жүргізуші, жди меня жүргізеді, бірақ орыс тілінде. Ойлап тұрып, кім бар еді деп, сөйтсем өзімнің соведущий қызымыз Марина бар екен. Менің өмірде досым, жақсы достасып кеттік, өте ақ жарқын, ақ көңіл, түрі қазаққа ұқсағанмен, түрі орысқа ұқсағанмен жаны әбден қазақиланған біздің әріптесіміз, құрметті адамымыз. Иә, біз дүйсенбі күні кешкі сағат 7-де сіздердің студияларыңыздан тікелей эфирге шығатын боламыз. Сәтті сұхбат болсын деп тілеймін. Рахмет көп. Қазір эфирімізді 100-ден аса адамдар көріп отыр екен. Сұрақтар бірінен соң бірі келіп жатыр. Есіміңізді кім қойған? Есімді марқұм атам қойған, Табын руынан шыққан, өзім Табын руынан шыққан Барақ Асау деген батырларымыз бар, әкелі әнілі. Сол Асау батырдың, Асау атамыздың 120 жылдық мерейтойында туылған.
Мен өзімді осы сұрақ көп қызықтыратын. Асаубек деген есім бір ерекше есім. Көпшілігінде кездестіре бермейсің. Өзіңіз болашақта ұлыңызға қандай есімді қойғыңыз келеді? Мен ұлды болып жатсам, әрине, мен енді жаңа шындықты жақсы көретін адаммын. Жаңа қазіргі соңғы жылдары трендте жүрген есімдердің бірін қояр едім. Мүмкін Санжар, мүмкін Диас деген сияқты. Мен ондай бір ескі дүниелермен байланыстырғанды жақсы көретін адам емеспін. Енді бұрынғының адамдары ғой, атам ғой қойған. Бұрынғының адам болғаннан кейін Асаубек деп қойған. Және өз есіміммен өзім ризамын. Өйткені Барақ Асау сияқты аталарымыздың атын байланыстырып қою ол үлкен мәртебе мен үшін. Келесі бір тамаша сұрақ қойылып отыр. Бейсен Құранбек ағамен әңгімелесіп көргенсіз бе дейді. Өкінішке қарай жоқ. Ол кісі марқұм Алматыда жұмыс істейді, Алматы облысында жұмыс істейді. Ал мен Нұр-Сұлтанда жұмыс істеймін. Көрісуде көрдім, ол кісіні көрдім, мен көрдім ол кісіні. Ортақ шарада журналистердің мен ұмытпасам, Тұмар телебайқауында келген болатын. Мен оны өмірде көргенмін, бірақ әңгімелесу мүмкін болады. Ол жерде өте үлкен кісілер көп болды, жан-жағында қаумалаған үлкен атақты жандар болғандықтан менің жүрегім дауаламады ол кісімен қасына барып әңгімелесу. Бір сәті келер деп жүргенде, енді сондай бір өкінішті жағдайлар болып қалды, көрдіңіздер. Ал жақсы. Оқуға кеңес беретін 5 кітабыңыз? Оқуға кеңес беретін 5 кітап Мұхтар Әуезовтің әрине Абай жолы және Шыңғыс Айтматовтың Қош бол Гүлсара, теңіз жағалай жүгірген төбет, ақ кеме, қазір есіме түсіріп алайын. Ақ кеме. Жалпы Шыңғыс Айтматовтың барлық шығармасын оқу керек. Сондай-ақ Александр Бектің жігіттер әсіресе Волоколамск тас жолы деген кітабын, яғни Москва үшін шайқас деген Бауыржан Момышұлы туралы арналған мынандай қалыңдықтағы романы бар. Сосын Жолдасбай Тұрлыбаев деген жазушы бар. Тамыз таңы деген кітапты жазған. Бұл Райымбек Батыр туралы кітап. Жау жүрек мың бала фильмін көрсеңіздер, сол кітаптың желісімен түсірілген кино. Ол жерде Сартай деген батыр емес, ол жерде Райымбек деген батыр болу керек болатын, атын өзгерткен, неге екенін білмедім. Жау жүрек мың бала деген жаңа Райымбек батыр ауылын жау шауып кеткеннен кейін өзі қол жинап, ақыры сол мыңға жеткізіп, әрдайым дұшпандардан кегін қайтарып отырған. Сосын Шерхан Мұртаза. Жақсы, сіз айтып отырған ақын жазушылардың барлығы әсіресе Шыңғыс Айтматов дәуір классик емес пе? Жақсы, келесі сұрақ қайтадан балалық шағыңызға оралғымыз келіп отыр. Көрермендерді қызықтырып отыр. Бала кезде сізді қалай еркелетті ата-анаңыз? Мені өтірік атым бар, Әшкөн деген. Әшкөнтай айтады, Асау деп айтады. Әшкөн деп айтады, Әшкөнтай, Асау, Асаутай, Асау деп еркелетеді, осылай. Жақсы, жақсы. Мұнда сізге тілекте айтып жатыр, ұлы елдің азаматы, дарада дана Асаубек аға аман болыңыз, деніңіз сау болсын, жақсы жаңалықтарыңызбен қуанта беріңіз дейді. Көп рахмет. Тілектеріңіз қабыл болсын. Айтқаныңыз келсін, рахмет. Мұнда кімді үлгі тұтасыз дейді, кімді үлгі тұтатынын қазір айта кетті. Қай жылғысыз дейді? Бұл сұрақ жауап қиын қалу керек, өйткені оқырмандарыма, көрермендеріме үнемі қызық, мен даже оқушыларыма да айтпаймын, өйткені сонда бір фишкам бар, жасымда айтпайтын. Сіздің жақсы 3 қасиетіңіз? Еңбекқорлық. Өзіңіздің жақсы 3 қасиетін? Еңбекқорлық. Сосын қиын екен енді өзінің 3 қасиет дегенді айтқанда. Адалдық. Мен досқа да, жалпы менімен жақын болған адамдарға көбіне адал болуға тырысамын үнемі. Үшіншісі, қарапайымдылық шығар. Енді мен емес, бұны көп айтады, оқушыларым да айтады, өзім енді білінбейді ғой, қарапайымдылық деп айтуға болады. Міне қарапайымдылық деп жазып жатыр. Қаракөз деген менің оқушым, Шымкенттікі. Ана жерде Гүлнұр Қажиденбекова деген менің оқушым жазып жатыр екен. Мына жерде көбі менің оқушыларым екен, байқап отырсам. Актер болуға дейді. Актер болуға талпынып жүрсіз бе дейді.
актер болуға талпынғанда енді былай дайындалып актер курстарға жазылғаным жоқ, бірақ актер болғым келетіні рас. Жақында Ақан Сатаев режиссер қолға алған Қасымхан фильмінің сериалына кастингке шақырту алдым және суреттерімді жібердім. Солай енді көреміз, енді алдағы уақытта хабар күтіп жүрміз. Оқырмандардан, тыңдармандардан өтініш келіп түсті сізге. Жаңағы айтқан кітаптарыңызды историяңызға жазып салыңызшы дейді. Жақсы, 5 кітапты міндетті түрде салатын боламын. Сіз оқушылар үшін қызық болып отыр. Ең бастысы тағы да тілектерге кезек бердік. Алла тіл көзден сақтасын дейді. Жақсы, Асаубек аға, бүгін өзіңіздің сұхбат беріп отырған үшін көп рахмет айтамын сізге. Рахмет. Енді Павлодарға келетін болсаңыз, Павлодарда жалпы сіздің 600 оқушысы бар мектеп қолдаушым бар деп ойлаңыз. 60-тан аса мұғаліміміз бар. Біздің Абай атындағы гимназия осы Павлодар облысында 80 жылдан астам тарихы бар ең үлкен қара шаңырақ. Бұл мектепте ғалымдар оқыған. Осындай мектептің ұжымымен, осындай мектептің өкілімен сұхбатқа шығып отырғаным мен үшін бір үлкен мәртебе. Өзің айтып өткендей қара шаңырақ мектеп гимназиясы деген атағы бар. Қызметтеріңіз әрдайым алға жылжи берсін. Қазіргідей қиын қыстау кезеңде шәкірттерге тәрбие, оқу, білім беру ол өте қиын процесс екен, бәріміз де көріп отырмыз. Әсіресе журналистер шағымдар өте көп, мұғалімдер тарапынан да, оқушылар тарапынан да, ата-ана тарапынан да. Бірақ соған қарамастан еңбек етіп жатсыздар, көз майларыңызды тауысып, тікелей мағынасында, яғни телефонға телміріп, ноутбукке телміріп жұмыс істеп жатсыздар. Істеріңізге береке берсін, шыдамдылық тілеймін. Енді бұның барлық жамандықтың бәрі кетер. Түн артынан күн шығады. Сондықтан шыдаңыздар, шыдамдылық тілеймін. Және осы еңбектеріңіз әрдайым елене берсін. Бұл оқушыларға ғана емес, сіздер болашақты тәрбиелеп жатсыздар. Яғни болашақ сіздердің қолдарыңызда. Балалар біздің болашағымыз, жастар біздің болашағымыз. Сіздер қандай қызмет етсеңіздер, болашағымызда сондай болмақ. Рахмет екен. Көп рахмет, амандықта жүздескенше. Сау болыңыздар.